Күліп отырғанда ойланып, сақтық, тақырып сақырып, сақтық тақырып. Құдай ойлап отыр, Құдай айтып тұр, неме ойлап отырсың? Сонымен ойлап отырмын, сақтық, кім мені сақтайды? Айжан мені сақтай ма? Менің атағымнан, осындай ұлдықтан өзімді алғанға бәр жағынан. Әлде өзімді сақтайын ба? Құдай аспан домалақ ғалам. Сен ауырма, Құдай аспан домалақ ғалам. Сен өзің бол. Сен Құдай аспан домалақ ғаламсың. Мәңгі жаратқансың. Мәңгі жаратушысың. 5000-дай жаратқансың. 5000-дай жыл болды саған. Заңдық, махаббат болды, жарық, сон шындық, жан, сәуле болды. Содан кейін 2 жылдан кейін домалақ бәр жағынан күн сияқты ой болды, әділетшілік, өз-өзіне толық Құдай болды. Жаман бітпеушіліктен түгіместілік, осы әлемді, ана дүниені жараттым бүтіндей. Ана дүние домалақ өсе береді, ауа шынысы бар. Өзін аспан домалақ ғалам болдың. 95%-ға ұлы, қасиетті, мәңгі жарық, бүкіл жарықтар бәрі сенен тарайды. 95%-ға әр кезде. Сенсіз өмір болмайды. 95%-ға күнде, түнде, енді бәр жағынан санмен қарағанда 95%-ға. Былай қарағанда 100% сенсіз өмір болмайды. Енді аспан домалақ ғалам. Біз болмаймыз. Аспан домалақ ғалам Құдай болмаса. 6% қазір бұлттысың, ішінде, сыртында бүкіл бітпеушілікте домалақ сыртында. Біздің үстімізде 6%-дан, сонда 18% бір санмен ойлағанда, әрбір жанның басында бір 18%-дан Құдайдығым бар. Сонымен тамақтанасың. Сонда мәңгі жаратушы, енді 9 миллиард жан бересің әр кезде. Сен бүтіндей жаратқасың бірінші ұлдарды, 4,5 миллиард бәр жағынан. Сонымен 4,5 миллиард қыздарды 1 жылдан кейін жараттың. Сөйтіп өмір болып кетті. Ол әке болады, қыз ана болады. Ана дүние домалақ өсе береді, жан мәңгі, дене ауса береді. Кем дегенде 100 жыл адам баласы өмір сүру керек. Мен неме ойладым, Айжанмен болам ба, өзім жалғыз болам ба, кіммен болам ба, балам болам ма, болмай ма, өзімді осы түрімде бейбітхан ретінде сақтап қалу керек. Құдай аспан домалақ ғаламның көмегімен. Онсыз қайда бара алмайым. Құдай аспан домалақ ғаламның 18%-мен. Аумин.